Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді бешбармақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен бір қазан суға етімізді салып, оны қайнатамыз. Менде жылқы еті және де бір қазыны біз пищевой пакетке орап салдық. Шек болмаса осылай жасаңыздар болады. Көбінесе солтүстікте осылай жасайды. Шамамен жарты сағатта біздің етіміз қайнап шығады. Сол кезде біз еттің көбігін сүзіп аламыз. Қыздар, көбікті міндетті түрде толығымен сүзіп алыңыздар. Сол кезде сіздің сорпаңыз мөлдір таза болып шығады. Сіздер қазыны шекте сазаңыздар, оны зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп шығыңыздар, себебі сіздің қазыныз жарылып кетпеу үшін. Көбігін тазартқан соң ары қарай қақпағын жауып пісіреміз етті. Бір жарты сағаттан кейін сіз сорпаның тұзын көрсеңіз болады. Егер тұзы аз болса, үстінен тұз қосыңыздар. Сорпаның дәмі әдемі болу үшін біз бір бас пияз қосамыз. Сосын оны ары қарай қайнатып қоямыз. Пиязды қосқан соң сорпамыз осылай қайнайды. Сосын біз бір сәбіз қосамыз. Етіміз піскенше біз қамырды дайындаймыз. Бізге қамырға 2 жұмыртқа және де тұзды су керек, 1 стакан. Аздап сұйық май қосамыз, қамырымыз жыртылып кетпеу үшін. Бәрін салып болған соң оны жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырдың жақсы жайлауы ол қамырға байланысты. Қамырды сәл қаттылау қылып илесеңіздер, қамырыңыз әдемі бір тегісті болып жайылып шығады. Қамырды илеп болған соң, қамырды 15-20 минутқа демалдырып қойыңыз. Қақпағын жауып демалдырыңыз. Бұл жерде 2 зуалы қамыр шығады. Мен бірақ біреуін ғана қолданамын, себебі мен үйде 3 адамға дайындап жатырмын бешбармақты. Ары қарай біз тұздық жасаймыз. Пиязды 2-ге бөліп, оны полукольцақ ретінде тураймыз, және жіңішке болып шықсын. Бәрін бір кастрөлге салып, оның үстіне сорпаны құямыз. Сорпаның майлысын құйыңыздар, бетін сүзіп алыңыздар майын. Мен мында сорпаны құйып қойғам, үстіне лавровый лист және де қара бұрыш қосып жатырмын, дәміне қарай. Тұздықты пияз өлгенше дайындайсыздар, яғни ол солыңқырап қалу керек. Бәрін жақсылап араластырып, крышкасын жауып пісіріңіздер. Етімізді тағы бір рет ашып тексереміз, ішіне картоптарымызды саламыз. Егер де сәбізіңіз піссе, сәбізді алып қойыңыз, езіліп кетпесін. Енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Қамырды жайып болған соң мен оқтайға орап осылай кесіп аламын. Әркім әртүрлі жасайды, домалақ күйінде салады, немесе домалақты 4-ге бөліп салады. Мен осылай салған маған ұнайды, және де оны сүзіп алғанда ыңғайлы. Кесілген қамырды осылай тақтайға қойып қойсаңыздар болады, сосын холодильникке салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспайды. Ет дайын болғанша. Мен етті 3 сағаттай қайнаттым. Езілмей әдемі болып шықты. Әркімнің плитасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіз. Мінекей пакетке оралған қазымыз да дайын болды, және еттеріміз де. Бәрін сүзіп алыңыз. Картошканы да сүзіп алуға ұмытпаңыз, езіліп кетпесін. Піскен еттің бетін жауып қойыңыздар. Жаппасаңыздар, ол ет қатты болып қалады, жегенде тіске тұрып қалады.
Сорпа ретінде мен қамыр салынбаған сорпаны қолданғанды ұнатамын. Сол себепті қамыр салынбай тұрып, мен өзіме сорпаны сүзіп алып жатырмын. Сол кезде сіздің сорпаңыз тұнық, әдемі, таза болып шығады. Мінекей мөлдір сорпамыздың ішіне мен лимон қостым және де құрт қостым. Осында үгітілген құрт. Егер де құрт болмаса, бұндай айран қоссаңыздар болады. Айранмен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде құрт пен айранмен жасап көріңіздер, сорпаның дәмі ерекше әдемі болып шығады. Мінекей бұрқылдап қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырларымызды салып, оны пісіріп аламыз. Тұздық осылай болып шығу керек, пиязымыз солып, әдемі иіс беріп тұру керек. Енді үлкен әдемі тарелкамызға тұздығымызды салып, қамырымызды түсіреміз тарелкаға. Қамырдың үстіне тұздықты салып, етімізді турап, кесіп, әдемілеп қоямыз. Еттің ортасына мен картошкамды екіге бөліп қойдым және сәбіздерді жан-жағына тізіп қойдым. Осы жерде мен қазымды салуды ұмытып кетіптім. Оны соңында салдым. Мінекей солтүстік қазы бұл пакетке оралған, пакетті алып тастап, осылай ұсынамыз етке. Мінекей біздің ұлттық тағам дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпаны да осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі бешбармақтың рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді тюльпан самсаны рецебімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналы тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл самса өте ерекше және де кез келген дастарханның көркін ашатын әдемі самсалардың бірі. Бұл самсаны дайындау үшін бізге ең бірінші 500 грамм ұн және де 1 шай қасық тұз, қопсытқышымызды қосамыз. 10 грамм бәрін жақсылап араластырамыз. Ары қарай бізге 180 грамм сары май қажет. Менде бұл жерде қолдың сары майы, сіздер кез келген маргаринді қолдана берсеңіздер болады. Осылай видеодағыдай мыжғылаймыз қолымызбен, сөйтіп песочное тесто дайындаймыз. Қамырымыз осы видеодағыдай болу керек. Сосын үстіне біз 200 грамм қаймақ қосамыз. Менде бұл жерде 10% қаймақ, магазиннің қаймағы, кез келген қаймақ жарай береді.
Осылайша барлық самсаларды жасайсыздар. Мен бұл видеода тағы да сіздерге көрсетемін. Түйілу жолын асықпай қарап Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді самсаны рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл самсаны жасалу жолы өте оңай және де өте тойымды, дәмді болып шығады. Алдымен біз самсаға салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет керек. Менде сиыр еті, сіздер тауық етінде қолдансаңыздар болады. Бірақ қызыл етпен, яғни сиыр етімен
біз самсаның үстіне әсемдігі үшін осылай қойып қоямыз. Мінекей видеодағыдай осылай әсемдеп қоясыздар самсаның бетіне. Ал енді кішкентай бір қамырды қолыңызбен дөңгелектеп кесенің қақпағы сияқты жасап қоямыз. Сосын біз бір жұмыртқаны жарып, оны самсаның бетіне толықтай жағып шығамыз. Ары қарай әсемдігі үшін осылай кунжут дәнектерін себуге де болады. Сосын қызып тұрған духовкаларыңызға 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз самсаны. Піскен самсамыз осылай шығады, өте дәмді болып шығады, және де сіздер бұны жеген кезде өзінің сөліне пісіп, өзінің суы ағып тұрады. Өте қарапайым заттардан тұратын самса міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, бұл өте тойымды болып шығады. Сіздермен бірге болған Арайлым. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді ораман рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Достар, бұл орамананды асқабақтан жасадым. Сіздер еттен жасасаңыздар болады, немесе араластырып жасасаңыздар да болады. Ең бірінші бізге қамырды илейтін ыдысымыздың ішіне тұздалған суымызды қосамыз, және де сұйық майымызды қосып, үстіне ұнды қосып жақсылап илейміз. Орамаға керекті нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Тұзды суымызға ұнымызды аз-аздан қосып илейміз. Иленген қамырымызды 20 минутқа демалдырып қоямыз, қақпағын жауып. Ал енді ораманың ішіндегі салмасын дайындаймыз. Асқабақтың ішіндегі дәнектерінен босатып, және де сыртындағы қабығын ашып, толығымен тазартамыз. Ашылған асқабақты 4 бұрыш қып майдалап тураймыз. Сонымен қатар бізге асқабақтан бөлек салмасына пияз да қажет. Менде 2 пияз, соны 4 бұрыш қылып майдалап тураймын. Пиязды турап болған соң асқабақ пен пиязды бір ыдысқа салып, үстіне қара бұрыш және де тұз, дәміне қарай сосын сұйық май құямыз. Дәмдеуіштердің бәрін салып болған соң біз салманы жақсылап араластырамыз. Ал енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жақсылап домалақ қылып жаямыз. Бірақ қамырды жайған кезде қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Ал енді жайылған қамырымыздың үстіне майымызды құйып, майды толық қамырдың үстіне жағып шығамыз. Кесілген қамырдың үстіне салмамыз салып, оны орап түйіп шығамыз. Ең бірінші қамырдың осылай 3 жерін бүктейсіздер, сосын толығымен орайсыздар. Блиныйды орағандай болып шығу керек. Ал домалақ қамырдың 4 бұрышын бір-біріне біріктіріп орасаңыздар болады. Ал енді орамаларымыздың бәрін майланған мантаваркаға салып 45 минут пісіріп шығамыз.
Мінекей біздің орамамыз 45 минутта дайын болды. Дәмін көріңіздер, жасап көріңіздер. Балалардың сүйіп жейтін тағамдардың бірі. Ортасына мен сияқты аджика немесе қаймақ салып ұсынсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған бірге Арайлым. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді бешбармақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен бір қазан суға етімізді салып, оны қайнатамыз. Менде жылқы еті және де бір қазы. Қазыны біз пищевой пакетке орап салдық. Шек болмаса осылай жасаңыздар болады. Көбінесе солтүстікте осылай жасайды. Шамамен жарты сағатта біздің етіміз қайнап шығады. Сол кезде біз еттің көбігін сүзіп аламыз. Қыздар, көбікті міндетті түрде толығымен сүзіп алыңыздар. Сол кезде сіздің сорпаңыз мөлдір таза болып шығады. Сіздер қазыны шекте сазаңыздар, оны зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп шығыңыздар, себебі сіздің қазыныз жарылып кетпеу үшін. Көбігін тазартқан соң ары қарай қақпағын жауып пісіреміз етті. Бір жарты сағаттан кейін сіз сорпаның тұзын көрсеңіз болады. Егер тұзы аз болса, үстінен тұз қосыңыздар. Сорпаның дәмі әдемі болу үшін біз бір бас пияз қосамыз. Сосын оны ары қарай қайнатып қоямыз. Пиязды қосқан соң сорпамыз осылай қайнайды. Сосын біз бір сәбіз қосамыз. Етіміз піскенше біз қамырды дайындаймыз. Бізге қамырға 2 жұмыртқа және де тұзды су керек, 1 стакан. Аздап сұйық май қосамыз, қамырымыз жыртылып кетпеу үшін. Бәрін салып болған соң оны жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырдың жақсы жайлауы ол қамырға байланысты. Қамырды сәл қаттылау қылып илесеңіздер, қамырыңыз әдемі бір тегісті болып жайылып шығады. Қамырды илеп болған соң, қамырды 15-20 минутқа демалдырып қойыңыз. Қақпағын жауып демалдырыңыз. Бұл жерде 2 зуалы қамыр шығады. Мен бірақ біреуін ғана қолданамын, себебі мен үйде 3 адамға дайындап жатырмын бешбармақты. Ары қарай біз тұздық жасаймыз. Пиязды 2-ге бөліп, оны полукольцақ ретінде тураймыз, және жіңішке болып шықсын. Бәрін бір кастрюльге салып, оның үстіне сорпаны құямыз. Сорпаның майлысын құйыңыздар, бетін сүзіп алыңыздар майын. Міне мен мұнда сорпаны құйып қойғам, үстіне лавровый лист және де қара бұрыш қосып жатырмын дәміне қарай. Тұздықты пияз өлгенше дайындайсыздар, яғни ол солыңқырап қалу керек. Бәрін жақсылап араластырып, крышкасын жауып пісіріңіздер. Етімізді тағы бір рет ашып тексереміз, ішіне картоптарымызды саламыз. Егер де сәбізіңіз піссе, сәбізді алып қойыңыз, езіліп кетпесін. Енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Қамырды жайып болған соң мен оқтайға орап осылай кесіп аламын. Әркім әртүрлі жасайды, домалақ күйінде салады, немесе домалақты 4-ге бөліп салады. Мен осылай салған маған ұнайды, және де оны сүзіп алғанда ыңғайлы.
Кесілген қамырды осылай тақтайға қойып қойсаңыздар болады, сосын холодильникке салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспайды. Ет дайын болғанша. Мен етті 3 сағаттай қайнаттым. Езілмей әдемі болып шықты. Әркімнің плитасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіз. Мінекей пакетке оралған қазымыз да дайын болды, және еттеріміз де. Бәрін сүзіп алыңыз. Картошканы да сүзіп алуға ұмытпаңыз, езіліп кетпесін. Піскен еттің бетін жауып қойыңыздар. Жаппасаңыздар, ол ет қатты болып қалады, жегенде тіске тұрып қалады. Сорпа ретінде мен қамыр салынбаған сорпаны қолданғанды ұнатамын. Сол себепті қамыр салынбай тұрып, мен өзіме сорпаны сүзіп алып жатырмын. Сол кезде сіздің сорпаңыз тұнық, әдемі, таза болып шығады. Мінекей мөлдір сорпамыздың ішіне мен лимон қостым, және де құрт қостым. Осында үгітілген құрт. Егер де құрт болмаса, бұндай айран қоссаңыздар болады. Айранмен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде құртпен, айранмен жасап көріңіздер, сорпаның дәмі ерекше әдем болып шығады. Мінекей бұрқылдап қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырларымызды салып, оны пісіріп аламыз. Тұздық осылай болып шығу керек, пиязымыз солып, әдемі иіс беріп тұру керек. Енді үлкен әдемі тарелкамызға тұздығымызды салып, қамырымызды түсіреміз тарелкаға. Қамырдың үстіне тұздықты салып, етімізді турап, кесіп, әдемілеп қоямыз. Еттің ортасына мен картошкамды екіге бөліп қойдым, және сәбіздерді жан-жағына тізіп қойдым. Осы жерде мен қазымды салуды ұмытып кетіптім. Оны соңында салдым. Мінекей солтүстік қазы бұл пакетке оралған, пакетті алып тастап, осылай ұсынамыз етке. Мінекей біздің ұлттық тағам дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпаны да осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі бешбармақтың рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді дымламаның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл дымляма өте ерекше, өйткені бұл духовкада дайындалады, және банкіге салып пісіреміз. Ең бірінші біз етімізді тураймыз. Менде жылқы еті, сіздерде егер қой еті, сиыр еті немесе тауық етінде қолдансаңыздар болады. Мен етті орташа бөлікте кестім. Егер де сізде сүйекті ет болса, оны да қоса берсеңіздер болады.
Кесілген етті бір ыдысқа салып, оны маринадтаймыз. Яғни сіз өзіңізге кез келген ұнайтын приправаларыңызды қоссаңыз болады. Мендегі приправалар олар зира және де смесь итальянских трав, тұз, қара бұрыш және де паприка. Қыздар, егер де сіздерде еттеріңіз тұздалған болса, онда тұзды қоспаңыздар. Тек қана өздеріңізге ұнайтын приправаларыңызды қосыңыздар. Етке дәмдеуіштерімізді қосқан соң, оны біз жақсылап араластырып, және де жарты сағатқа қалдырамыз. Бұл тағам дайындалу жолы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Ары қарай біз көкөністерге кірісеміз. Менде болгар бұрышы, сіздерде осылай майдалап кессеңіздер болады, немесе ірі қылып кессеңіздер болады, өз қалауларыңызша. Егер де сіздерде болгар бұрышы болмаса, онда сіз үйде кез келген қандай көкөністер бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Мендегі көкөністер ол осы болгар бұрышы және де картоп, сәбіз, орам жапырақ, сонымен қатар пияз. Көкөністер тураған кезде өте қатты майдалап жібермеңіздер, ірі көлемде немесе орташа көлемде тураңыздар. Туралған көкөністердің бәрін бір ыдысқа саламыз, тек орам жапырақтан басқасын. Енді ыдыстағы көкөністердің үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, оны жақсылап араластырамыз. Менде тұз және де кептірілген укроп және де кептірілген сарымсақ. Сосын азғантай сұйық май құйып, оны жақсылап араластырамыз. Енді жуылған таза банкілерімізге етімізді саламыз. Сіздерде егерде осындай 1 литрлік банкі болмаса, сіздер 2 литрлікте банкіні қолдана берсеңіздер болады. Етті толығымен банкіге салып жібермеңіздер. Біз бірінші етті, сосын көкөністі, сосын тағы етті саламыз, сосын үстіне тағы көкөністі саламыз. Бәрін нығыздап сала берсеңіздер болады осылай. Достар, бұл тағамға сіздер су қоспаңыздар. Бұл тағам өзінің сөліне пісіп, өте әдемі дәмді болып шығады. Мінекей көкөністерден кейін тағы етімізді саламыз, сосын тағы көкөністі салып, үстіне орам жапырақты қоямыз. Айтпақшы, орам жапырақтың алдында осылай сары майларыңызды салып қойыңыздар. Мінекей көкөністердің бетін осылай орам жапырақпен жауып, ал банкінің бетін фольгамен жабыңыздар. Дайын болған банкілеріңізді духовкаға 1 сағат, 1,5 сағатқа 180 градусқа қойып қойыңыздар. Уайымдамаңыздар, банкілеріңіз сіздердің духовкада жарылып немесе сынып қалмайды. Мінекей мен банкілерім духовкада өз сөлінде әдемі болып пісіп жатыр. Мен 180 градуста 1,5 сағаттай пісірдім. Піскен дәміміз осылай шығады. Енді біз бұны тарелкаға салып көрейік. Мен 2-1 литрлік банкіні салдым. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай көкөністер езілмеген, еттеріміз балғын болып піседі. Үстіне кез келген ас көкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менде кинза
Бұл жерде мен сіздерге еттің кесілуін көрсетіп жатырмын, және де жеген кезде ол өте балқын, жұмсақ, шайнауды де қажет етпейді. Дымлама өте дәмді болып шықты, және де бұл көріп тұрғаныңыздай тағамға ешқандай су қоспасақ та еттің өзінің сөлі бөлініп өте керемет болып шықты. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді картофельный запеканканы рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, тез дайындалады. Және де бұл жерде тауық етімен жасадым. Тауық еті де қатты болып шықпайды, жеген кезде балғын болып шығады. Бұл картопты запеканкаға ең бірінші біз картопымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Менде 2-3 дана картоп. Ары қарай духовкаға арналған формамызға біз майымызды құямыз. Менде бұл форма чугунный сковородка, оны духовкаға сала беруге болады. Майды жан-жағына осылай жағып шығамыз, тамағымыз астына жабысып қалмау үшін. Теркадан өткізген картопымызды осының ішіне саламыз. Ал енді жуылған таза тауық етімізді алып, оны соломка қылып ұзын-ұзыннан кесеміз. Алдында айтқандай, бұл тағамның жасалу жолы оңай, және де ішіндегі құрамындағы заттардың бәрі қарапайым заттардан тұрады. Етті турап болған соң оны картоптың үстіне саламыз. Ал енді запеканканың үстіне біз соусты дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Сосын бізге қара бұрыш, тұз және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. 2 дана бізге сарымсақ керек. Оны осылай пресстен өткізсеңіздер болады, немесе турап тастасаңыздар да болады. Оның үстіне тағы да біз қаймақты қосамыз. Сосын жақсылап бәрін араластырамыз. Менде бұл жерде 20% қаймақ, сіздер бұның орнына 10-15% де қаймақтарды қолдана берсеңіздер болады. Жалпы нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Соусымыздың барлығын жақсылап бір келікті қылып араластыру керек. Сосын оның үстіне теркадан сырды өткіземіз. Оны да жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйықтықты біз запеканканың үстіне бір келікті қылып құйып шығамыз. Сосын оның үстіне 1 стакан жылы суды құйсаңыздар болады. Помидорды домалақ қылып тураймыз да, оны запеканканың үстіне осылай қойып шығасыздар. Бәрін дайындап болған соң бетін фольгамен жауып, духовкаға 40 минутқа қойыңыздар. Міне мен 40 минуттан кейін запеканканы духовкадан алдым. Үстіне өткіштен өткізілген сырды бір келікті қылып жайып, оны тағы да 10 минутқа духовкаға салдым. Әрине бұл уақытта сіздер фольгамен бетін жаппайсыздар, ашық қалдырасыздар. Сонымен қатар сіздер өз духовкаларыңызға қарай бейімделіңіздер. Мінекей 10 минуттан кейін духовкадан запеканкамызды алдық. Үстіндегі сырлар еріп шықты. Және де орысша айтқан кезде бұл запеканка өте сочный болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге неміс халқының штрудели деген тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Достар, бұл тағамды апталық тағам мәзіріне қоссаңыздар болады, себебі бұл тағам өте дәмді және де жасалу жолы да өте қарапайым. Үйде міндетті түрде жасап көріңіз.
жайылып шығады. Қамырды әдемілеп жұқа қылып жайып болған соң, біз қамырдың үстіне сұйық май құйып, Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді самсаны рецептімен бөлісемін. Бұл самсаның жасалу жолы өте оңай және де қамырды жаюды қажет етпейді. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Негізі бұл самсаны ұйғыр самсасы деп атайды. Алдымен біз бұл самсаны дайындау үшін 500 грамм ұнға сары майымызды қосамыз, 250 грамм. Сары май бізде холодильниктен алынған және де оны ұнмен қосып бір-бірімен жақсылап үйкелеп, мыжғылап араластырамыз. ұн мен майды осылай жақсылап араластырып болған соң, біз оған 2 жұмыртқамызды және де 100 грамм қаймағымызды, 1 чайная ложка тұзымызды қосамыз. Сосын бәрін жақсылап араластырып, қамыр илейсіздер.
Иленген қамырымыз қолға жабыспай әдемі болып шығу керек. Дайын болған қамырды жарты сағатқа немесе 20 минутқа холодильникке салып қоясыздар. Оға дейін біз салманы дайындаймыз. Самсаның салмасына мен осылай картопты қолданамын. Картопты 4 бұрыш қылып турап шығамын. Егер де сіздер картопты ұнатпасаңыздар, сіздер картопты қолданбасаңыздар да болады. Самсаға әдемі дәм беретін ол бізде пияз. Пиязды да 4 бұрыш қылып майдалап турайсыздар. Самсаның салмасына мен осындай тауықтың төс етін қолданамын. Сіздер сиыр етін қолдансаңыздар да болады. Етті блендерден өткізіп, туралған пияз бен картопқа қосамыз. Енді салмамыздың үстіне қара бұрыш, тұз және де сұйық май қосамыз. Сонымен қатар өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластыру керек. Біз барлық тұздары, бұрыштары бір келекті араласу керек. Салмамыз дайын болған соң холодильниктегі қамырымызды алып, оны 2-ке бөліп, қамырды осылай созып, оны 8 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлік менде шамамен 80-70 грамм болып шығады. Егер де сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде салмағын өлшеп жасаңыздар. Енді кішкентай қамырларымызды біз жаюға кірісеміз. Оған ұн себудің қажет жоқ, себебі ол ешқайда жабыспайды және де түйілуі де өте оңай. Ішіне осы салмамды салдым және де осы әдіспен мен түйемін. Егер де сіздерге бұл әдіс ыңғайсыз болса, егер де бұндай әдісте сіз түйе алмасаңыздар, сіз кәдімгі 3 бұрыш ретінде түйіп пісіре берсеңіз болады. Мінекей мен қамырымды осылай домалақ қылып жайып, ішіне салмамды салдым. Салманы салып болған соң қамырды 2-ке бүктеп, жан-жағын осылай бір-біріне жабыстырып шығасыздар. Ең жоғарыдағы бұрышын аласыздар да осылай бүктейсіздер. Көріп тұрғаныңыздай бүктеген сайын ұшы шығып тұрады. Сол ұштарын бүктеп шығасыздар. Негізі басында жасалу жолы сіздерге қиын болып көрінуі мүмкін. 3-4 рет жасаған соң сіздердің қолдарыңыз уже икемі келіп, өз еркектеріңізбен істей бересіздер. Негізі қамырды қолға алмай осылай столдың үстінде істеген ыңғайлы. Қамырды жайғанда қатты жұқа қылып жүрмеңіздер, орташа қалыңдықта болу керек. Егер де достар сіздерге тағы қандай да тағам рецептері қызық болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, мен жасап көруге тырысамын. Түйілген самсаларымыздың бәрін осылай пергамент қағазына салып, оның бетін жұмыртқамен жағамыз. Енді үстіне әсемдігі үшін кунжут дәнектерімен макты себеміз.
Дайын болған самсаларымызды духовкаға 30-45 минутқа қоямыз. Әркім духовкасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіздер. Мінекей біздің дәмді самсаларымыз дайын болды, және де жасалу жолы көріп тұрғаныңыздай өте оңай. Бұл самсаларды қонаққа немесе тапсырысқа жасасаңыздар болады. Ішіндегі салмасын өзіңізге қарай бейімдесеңіздер болады. Асқабақпен және немесе тауық етімен немесе сиыр етімен салсаңыздар болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздерге